сіздер рұқсат етсеңіздер, мен осы гүлді бір жанға табыстасам бола ма? Бір қызға деп айтсам бола ма? Қалжыңдап айтып жатырмын. Бұл гүлді маған осы Астана қаласынан инстаграмнан жазып өтінген болатын. Осы Аягөз қаласында болатын концертке мен ата-анам барады. Сол күні менің анамның туылған күні болатын деп. Анамды құттықтап берсеңіз деген болатын. Сол жағын қазір ортаға шақырсам. Мамырбекова Нұрзия апайымыз осы жерде ме? Көкемізбен келіпті бірге. Астанадағы Айым қызы және Айдын Асқар күйеу баласының атынан осы керемет гүл шоқтарды табыстасақ деп тұрмыз. Апамыз қайда екен? Қошемет соқ қойықшы. Туған күніңізбен нешеге толып жатсыз? Қызың жасы 18-де дейді. Бәрі келді. Мынау қызыңыздың аманаты болатын осы сахна төрінде арнайы қуандық рақымның кешінде берсе ғой деген. Міне қызыңызға бір енді өзіңіздің рахметіңізді айтасыз, күйеу балаңыз бен немерелеріңіздің атынан деп қабыл алсаңыз болады. Апайымызға бір қаттырақ қошемет соғып қояйық. Сахна төрінде қошемет беріп қойыңыз.